Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақты әлемге танытқан дарынды әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің 110 жылдық мерейтойы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде аталып өтті. Ән сұңқары Ғарекең атты кешке дәстүрлі музыкалық және орындаушылық өнер кафедрасы, дәстүрлі ән бөлімінің ұстаздары мен студенттері қатысты. Киелі Қаратөбеден түлеп ұшқан Ғарифолла Құрманғалиев талантымен ерте танылған дарын иесі. 10 жасынан ақ қазақтың қасиетті домбырасын жан серігіне айналдырып, мұхиттың паң-көйлек, айнам-көз, дүние аусынды әндерін шебер орындады. Өнер додаларында топ жарып қазақтың музыкалық театрына қабылданды. Репертуарында мыңға тарта халық жауһары бар. Бүгінде жайық жерінде Ғарифолла Құрманғалиевтен тәлім алған ізбасарлары, өнердегі жолын жалғастырушы шәкірттері аз емес. Ғарифолла Құрманғалиевтің төл шәкіртімін. Әрбір 5 жыл сайын дәстүрлі өтіп тұратын Ғарекең атындағы осындай мерейтойлары Ғарекең ылғи да үлкен жоғары деңгейде аталып өтеді. Әр сол өткізілген мерейтойларда біздер шәкірттері үлкен өзіміздің үлесімізді қосуға талпынамыз. Ұрпақтан ұрпаққа Ғарекеңнің әні жалғаса берсін деп келеді. Біртуар дарын иесінің шығармашылығымен сан қырлы өнерін, орындаушылық шеберлігін және ұстаздық жолын жас ұрпаққа жеткізу басты мақсат. Өйткені Ғарифолла Құрманғалиев күміс көмей әнші ғана емес, қазақ операсының қалыптасуына үлес қосқан дара тұлға. Қазақ театрында 20-дан астам образды шебер сомдаған актер. Сондай халық әндерін жинап, бір жүйеге келтіріп, нотаға түсірткен жан. Қазақтың ән күйін термесін ұмытпасын, келесі алдымыздағы жастар соны біліп жүрсін деп сондай себеппен өткізіп жатырмыз. Енді осы тек мынандай университет көлемінде емес, республика көлемінде өтсе, одан ары қарай жақсы болады деп ойлаймыз. Бүгін осы өте тамаша дәріс алдық. Бұл біздің өнеріміз кейінгі ұрпаққа бұл қазына болып қалады деп ойлаймын. Тағылымды кеште Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Қатимолла Бердіғалиев, Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті республикалық байқаулардың жеңімпазы Серік Абдрахманов өнер көрсетті. Гүлден Аюпова, Алмас Айдетов, Нұртай Бадырғали, Ақжайық арнасы.